Дивандағы ручканы қалай кетіреміз? Барлық аналардың проблемасы шешілді. Ол үшін кесемізге кез келген сүтті осындай мөлшерде құямыз. Және бәріміздің үйімізде табылатын ас содасынан кішкентай қасықпен 2 қасық саламыз. Ас содасын көбірек салсаңыздар да болады. Сүт пен ас содасын жақсылап араластырып, диванға салынған суретшіміздің суретін өшіруге кірісеміз. Таза майлықтарды қолданамыз, кір болмауы қажет. Мінекей осылай сызылған жерлерді сүртіп шығамыз. Қатты күшті қажет етпейді, 1-2 рет сүртсеңіздер өзінен өзі кетіп қалады. Қою боялған жерлерге көбірек қолдансаңыздар болады. Мінекей осылай оп-оңай тазалап алдым. Артынан сүттің иісі сасымас үшін кез келген иіс кетіретін средстволармен сүртіп алсаңыздар болады. Мінекей тап-таза болып қалды. Видео ұнаса, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Әсия Мадиқызы. Келесі видеомда кездескенше.